Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бірінші экваторлық координаттар жүйесі болып табылады. Біз алдыңғы сабақтарда айтып кеттік. Өзгеретін нүктелері бар және өзгермейтін нүктелері бар дедік. Өзгермейтін нүктелерге байланысты координаттар жүйесі горизонтальды координаттар жүйесі болатынын айтып және өтіп кеттік. Енді бізде өзгеретін нүктелерге байланысты координаттар жүйесі ол бірінші экваторлық және екінші экваторлық координаттар жүйесі болады. Осыған орай біз бүгін бірінші экваторлық координаттар жүйесін өтеді екенбіз. Енді оларды біз аспан сферасында көрейік. Мына нүкте және мына нүктені біз P' немесе PN, PS деп белгілеп алайық. Ал мына отқан сызықты біз әлем осі екенін білеміз. Және мына тұрған жазықтықты біз білеміз Q'. Яғни әлем экватор болып табылады. Енді осы жерде біз үш жұлдызды таңдап алайық және оның бірінші экваторлық координаттар жүйесін анықтайық. Бір жұлдыз мына жерде болсын, бір жұлдыз мына жерде болсын, және бір жұлдыз мына жерде болсын деп қарастырайық. Осы үш жерде тұрған жұлдыздарды қарастырамыз. Бірінші жұлдыз үшін солтүстік полюс пен оңтүстік полюсті қосатын шырақ арқылы өтетін жарты шеңбер жасаймыз. Жарты шеңберді сыздық. Енді әлем экваторынан бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық бізде мына бір қашықтық, ол еңкеюді береді. Әлем полюсінен бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық бізде кішкентай полюстік қашықтықты береді екен. Енді біз әлем экваторының Q нүктесінен бастап мына жарты шеңбердің әлем экваторымен қиылысқан нүктесіне дейінгі қашықтық сағаттық бұрышты береді екен. Ол Т әрпімен белгіленеді. Енді біз екінші жұлдыздың бірінші экваторлық координаттарын анықтаймыз. Ол үшін тура жаңағыдай P' қосатын жұлдыз арқылы өтетін жарты шеңбер сыздық. Әлем экваторынан бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық бізде еңкеюді береді. Әлем полюсінен бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық полюстік қашықтықты береді және Q нүктесінен бастап қиылысқан нүктесіне дейінгі қашықтық бізде сағаттық бұрышты береді екен. Енді дәл жаңағыдай үшінші жұлдыз үшін сызамыз. Әлем экваторынан бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық еңкеюді, полюстік қашықтықты және мынау бізде сағаттық бұрышты беріп тұр. Осылайша біз таптық. Енді негізгі жазықтығы, негізгі нүктелері және негізгі бұрыштары, яғни координаттарын қандай мәндерді қабылдайтынын атап кетейік. Негізгі жазықтығы атап тұрғандай экватор жазықтығы болып табылады. Q', экватор жазықтығы, аспан экваторы. Негізгі нүктелері P, Q. Негізгі нүктелері P және Q нүктесі болып табылады. Ал негізгі бұрыштары ол полюстік қашықтық, мәндерді қабылдайды 0 мен 180 градус аралығында. Еңкею ол қабылдайды әлем экваторынан жоғары жатса оң сандарды, әлем экваторынан төмен жатса онда теріс сандарды қабылдайды. Яғни 0-ден 90-ға дейін, 0-ден -90-ға дейін.
Сонда минус 90-нан 90 градус аралығындағы мәнді қабылдап тұр екен. Және сағаттық бұрыш дегеніміз ол 0-ден бастап бір айналып келетін болса 360-қа дейін, немесе 0 сағаттан бастап бір айналып келетін болса 24 сағатқа дейінгі мәнді қабылдайды. Жазып қояйық. 0 градустан 360-қа дейін, немесе 0 сағаттан 24 сағатқа дейінгі аралықты қамтиды екен. Міне осылайша бізде екінші экваторлық координаттар жүйесінің негізгі координаталарын атап өттік.